Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жаңа қосылған өте жұмсақ булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай көрулеріңізді сұраймын. Алдымен ыдысымызға жал сүтімізді құйып аламыз және оның үстіне сикерімізді, аштығымызды, яғни дрожжімізді салып, барлығын біркелкі араластырып, 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін оның үстіне шым-шым тұзымызды, сары майымызды және жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанша араластырып, және оның үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз, яғни жаңғағымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер болмаған жағдайда оқтаудың көмегімен езіп алуларыңызға болады. Ашыған нанымызды барлығын ешқандай бөлмей-ақ осылай дөңгелек етіп жайып аламыз және оның үстіне ерітілген майымызды жағып шығамыз. Майдың үстіне сикерімізді және жаңғағымызды барлығын сеуіп шығамыз және видеодағыдай орап, 3 бөлікке орап аламыз, барлық жерін жауып және оны пышақпен бөліп шығамыз. Менде 8 бөлік шықты және оларды протеиннің үстіне осылай видеода қарасаңыздар 2-ге орап нанымызды орналастырып шығамыз және үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған пешке 30-40 минутта пісіріп аламыз. Булочкамыз дайын, өте жұмсақ болып піседі, міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Өте жұмсақ, өте әрі дәмді болып піседі. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.